Авта девамында бутын Қырымға айлана едік. АТР бөле десем бұр МЧС кібік еді Қырымда. Не ерде бір проблема олса, Қырым татарлар бірден телефон етейді. Еркез бізні севейді, бегенейді, беклейді. Мен башлаганда өле чоқ дуймайдым созылғаны, сон заман АТР деп ерелер демек. Қалдырдым бұл имзаны адамлар танығаны үшін. Халқымыз кершектен де бөле рухланған еді. Қатырласам, Қырым татарлар оларын енді итеріп чықарды, андан русларға бөле бір шамар берілген еді о заман. Украина аскерлері кершектен де бөле қаршылық көстермеге бе еңмеге азыр еділер. Бірде бір қаршылық олса, руслар белки айтар еділер, ақияр бізде қалсы, демек Қырымны біз темейік, чықамыз. Қырымны да берген соң, олар Қырымны да алды, юттылар. Бір 4 инсан автоматнен бөле балаклаваларда чықа, біздерін машиндан чықаралар, кімсіңіз, біз аңладық, енді шақалар бітті. Бір граната аталар, сез гранатасы, ода екі қапы арасында патлайды, епсіз журналистлер андан қача. Маңа шикайет етелер, мына АТР мұхбері Шевкет Наматулаев, Русия гимні урмет етмей, мен де біле іштен чықам, ве бақасың артыңдан машина көчті ма, жоқ ма? Біле чоқ маршрутларымы деңіштіреді. Параноя кібі олайды, демек керчектен де телекелер бар еді. Қарар алғанда қиын еді, демек Қырымны терк етіп кетмеге, ама мұйымы еді, демек инсанларыны бөле бір информацион вакуумда қалдырмамақ. Телефон етеді де, сенде ақшамға еді сабаға қадар вақыт бар, саңа шықмақ керек, Киевке шыққан едім, ве у замандан берілі. Шымды бұнда олы біз керчектен де халқымыздың бір сесідір. Халқымыз анда олып, айтажақ шейлеріні өзі айтып оламай. Біздер есе біле бір рупор дайын халқымыз айтып оламаған шейлері дүнияға білдіреміз. Шымдылық вазифеміз бөле тек сияси тарафтан халқымыздың ақ құқықларыны талап етмеге. АТР дегенде дүнияда енді білелер бұл Қырым татарларының сесі, бұл Қырым татарлар істегенін айтқан канал деп біздеріні білелер. Екі 2014 сенесі Русия Қырымны ишғал еткенден соң, бірінші фаалиятлерінден, бірінші ішлерінден бұл матбуат васталарының көреші олды. Бөлелікнен АТР телеканалы 2015 сенесі қапалып, Украинаға Киевге чықмаға мечбур олды. Бүгін тақдир yolları программасының невбеттеки мұсафиріміз мені меслектешім ве АТР телеканалының алып барыжысы Шевкет Наматулаев. Селам алейкум, Шевкет. Алейкум селам, қош келдіңіз. Çok sağ ol, Шевкет. Әр вақыт біздің телесерджилеріміз алышты сені өз экранларында көрмеге ве алышты әр вақыт сен суалер бересің. Бүгін есе аксине олacak, саға суалер берілежек ве умумен баз олып кечкен шелер хақында сені фікірлеріңді ешітмеге isteyim. Бірінші суалым, әлбетте тақдир yolları программасының әдетлері үзіре біз Қырым татарлары оларақ, біздің ватанымыз Қырым, асылды сен өзің не ерде доғдың ве сенің хоранталарының тамырлары қайдан, Қырымның не ерінде? Мен еді ер бір Қырым татары оларақ Қырымда доғмаға істер едім, ама өлен қысмет олды. Сүргінлікте 1990 сенесі Ташкентте доғдым ве 91 сенесі енді хорантамыз бөле темелінен Өзбекстандан Қырымға келіп ерлешмеге чаресі олды. Тамырларым, бабам тарафы бұл Албат, Куйбышева шымды, бабамын анасы Янжу Янысала, демек бұл да Бақчысарай жыбарында олған көйлер. Анамын тарафы бұл Уркуста Байдар вадисінде, анасы да бабасы да бұл көйде доғды, демек енді олар Өзбекстанда тапшып евлені бөле құранта құрдылар бір көйден. Тамырларым Байдар вадисі ве Бақчысарай районы, Бақчысарайын, демек орта yol ақылы. Асылда насыл қатырлауларын қалды Қырымға қайтқан соң, бұл бірінші еллар қалқ қайтмаға башлады сүргінліктен өз ватанына. Ойлары насыл қатырлауларын қалды? Бөле там бірінші еллары қатырламайым, демек мен 10 айлық едім Қырымға көчкенде, оның үшін бөле бір 3-4 яшына олған вақытларым енді қатырлайым. Бұл ер бір Қырым татар, ер бірді чоқсы Қырым татарлар олған кебі, бұл самазахватлар, мен деймін самазахват, самавазратлар. Біздер демек бөле бір Мысыр бұғдай тарласында бөле захват япып, енді қасабамыз құрылы башлаған еді, анда yolsuzluq Сереклер yok. Күнтуған көйі, бұл Ахмеджит районы, бұл Қырымның сақ тарафында, Николаевка тарафында. Демек, yolsuzluq, не терек бар, не бір шарайтлер, не су бар, яқшы ке уақыт, құйылар қазып, сулар бар еді.
демек анам хатırlagana көре яшылықта біз өле чапқалап үйрейдік. Асылда бұл айтамда тереклер бір олмаған сон ер вақыт күнеш яқайды, сачларым бөле қаверенкі олса ағарып кетеді де яшылықта сачларыңыз, чүнки башқа еш жоқ еді үйрейдік. Демек азбарда ве мектепке бірінші сыныпқа, екінші сыныпқа бар башлағанда қатырлайым, сыныпдашларым оз арасы қатырлайлар бала бақшасында, бөле бір юхлайды канда біршілер оғырашайдық. Менде аңлап болума, мен үшін олар барайды бала бақшасына, мен бармайдым. Сон анам бабамдан сұрасам дейки, олар ерлі бұл колхозда барып çalışмағаны үшін біздерін алмайдылар, біз үш оғлан манайды. Азбарда демек қоншыларымыз, бита қарбабаларымыз, емже дайыларымыз епсі янымыздайды. Бөле Қырым татар мұйтінде осы едік ве бала бақшасында көрмедік. Демек анам бабам колхозда çalışмағаны үшін бөле мечбур етеділер бармаға, олар çalışма, демек біздер де бақшаға бармадық. Бұлен шарайтлер әрбір Қырым татар хорантасы кібі бұле времянкалар, сон пара қазаныш, чүнки Өзбекстанда ана бабам қатырлығана көре, бір азбарда Ташкентте яшайдылер, учевлері бар еді, оны саты баяғы пара бар еді, имкан бар еді, Қырымда келіп ев алма, ама өле вақытқа рас келділер, бұл совет үкіметі дағылғаны, паралар бұзлатылы, банкада қалды, демек, анда евлеріні сатып, Қырымға келіп парасыз қалдық, ве бөле, не дейм, екінші, үшінші сефер несіліміз башлады. Кенеде яңыдан қарбабиталарымызды сұрғын еттілер, оларанда бір қачев құрдылар, саттылар келділер, асылда парасыз. Кенеде яңыдан sıfırдан башламақ керек олды яшайыш, демек мұна бөле койден башлаған яшайыш. Асылда бұл ағыр шарайтлеріні деңіштірмек үшін халқымыз насыл әрекетті ойлары болынған еді, қатырлайсың ма? Айтқаным кебі, ол заман айтам да елсызлықлары, не ярық бар, не бір асфальт бар, мектепке қатнағаным қатырлайым, демек бөле чызмалар киесі мектепке барғанжа тыба, білен бір каблук дайын чамыр тола, анда барып мектепке оны юмақ керек, теміздемек мектепке кіргізмейлер, татарлар, демек Қырым татарлар келді, бұл участкалардан, демек анда еллар жоқтыр, ве бөле бір пакет киесің, да біршілер ойдырасың, демек теміз бармақ үшін, яда бір галош киіп, демек анда асфальтқа шыққанжа, өлен еді. Мен де да мектепте оқығаны вақыт бөле ерлі фааллер, межлис азалар олсын, әр заман оларға қошылы бірде бір десте кетмеге тырышайды, бөле бір аяқ машинаға отырасың, соқақта, қоншы соқақта айыру бір имзалар топламақ керек еді, да біршілер япмақ керек, тырышайдық де соқақта ярық жоқтыр, оны япмақ керек, демек бұл Крым энергошілер, демек мен жүріп бір пара топлайым, біршілер япа митингке чағырмақ керек, мен бөле бір әрекетке яшылықтан қошылмаға тырышайдым. Мектепте оқыған заманда, сон мектепні бітірдім, оқышқа кірген сон о заманлары да қатырласам 21 яда 22 яшнайдым, ерлі меджлис азасы оларақ сайланған едім, ве асылда чоқ бір ғайелеріміз бар еді, ама бұл ишғал келді де, асылда біле бір чоқ біршілер яп етіштірмедік, сон аңлашылайды, бірде бір деңішмелер япмақ үшін бұл ерлі әкеметте çalışмақ керек, олармен бір мұнасебет құрмақ керек. О заман бөле бір намзет оларақ та бұл қасаба шурасына бөле сайлауларда іштірак еткен еді, мама қысмет олмады сайланмаға, бір қачырей етмеген еді, уақыт үмітлер бар еді, бөле бір депутат оларақ сайлансаң, демек Қырым татарлар, демек яшаған, оз соқақ, оз бөле бір компакт яшаған меселелер чезілмесіне бір ярдым олажақ еді. Чүнки бөле бір девлет бюджетінде қатырлай, Қырым татарлар ерлешуіне айырылған бір 35-50 миллион олайды, оларыны эсасен бір китап Рескомнацию параларынан қоланайды, ве Қырым татарлар демек бір асфальт яптырың дегенде дейлер ки пара жоқтыр. Демек қой шурасына барсаң, олар дейлер сізден да чоқ япмақ керек, біздің бюджетіміз күшік, демек сында пара етішмей. Оның үшін мен аңлайдым, бөле бір талап етмек керек, чүнки бұл Рескомнац қоланған параларыны, демек 50 миллион бұл пек күшік пара. Демек бір ерде асфальт яптырajak олсаң, бұл тек бір қой үшін керектір. Бұл бұтын Қырымда ерлештіруіне қоланылмақ керек. Оның үшін мен өле бір талапларнен бұлынайдым, не үшін біздерге демек Қырым татарларын меселесі чезілмесі үшін бұл на обустройство депортировано деген пара қоланылайды. Демек бізде бір Украина ватандашы кібі бергі төлейік, демек бір елларнен жүреміз бұл налогларына төлейік, ама бізге бір шей япылмақ керек олғанда, демек тек бұл 50 миллион барды, мұна Қырым татарларға не япсаз япың бұл. Onun үшін бөле бір адалетсізлік дуяйдым ве у yönelişte бір күрешмек үшін бір усуллар да қыдырайдым. Асылда журналист олмақ бөле истеклеріңіз балалықтан пейда олды ма? Не үшін бұзені атны сечтін?
журналист олмақ, мен деймін ке, бөлі бір адалетні севедім, бөлі тариф етмеген нелер олғаны, ве қатырласам да бізде мектепте, Кунтуған милли мектебінде, бөлі бір Нур адлы газет чықайды, бұл мектеп газетасы, чешіт бөлі Қырым севиесінде ярышлар өткеріледі, базы еллары бөлі бір біріншілікні де елде еткен еді газетамыз, бұл мектепте олған тедбірлер аққанда, койде олған базы бір вақиялар аққанда, бұл газетада дерчетіледі, янлышмасам айда бір кере шығарылайды, мен де бөлі бір мектеп журналисті оларақ, анда базы бір мақалелер дерчетейді. Мектепте олған асылда тедбірлер аққанда, о заман мен 6-7 сыныфта оқыдым, бөлі бір мерақ журналистикаға пейда олған еді. Асылда журналистикаға нерде оқыдың? Язық ке, яда білмейм, белкі яқшыдыр. Асылда журналистикаға оқымадым. Бұл 2007 сенесі біле адлиежілік техникумына кірген едім, сон институт олды. Ве үшінші курсыны бітірген сон, бұл 2010 сенесі еді, майыс айында бөлі бір достымнен музакире еттік текел деп АТР-ге барайық, о вақыт демек АТР чалышайды. Мен АТР ачылғанын бөлі бірінші күнлерінден берлі Мейдан радиосын әр заман діңлі едік, әр заман бақайды, о вақыт бөлі саба, ақшам 2 саат чалышайды, ама базы передачалар мерақлы еді бақайдық. Мен де вақыт үшіндім, нечу мен де барып чалышмайманда, сон қатырлайым майыс айы еді, мен бір достымнен бардым АТР-ге уақыт Севил Кенже чалышайды Мейдан радиосында, ол мен чағырған еді, кел, базы бір лейхалар белкі япарақ тіліні яқшы білесің деп, бізге бөле тіліні білгенлер керек деп, барған едім Мейданға, музакире кешірген едік, деділер, кел, бір стажировка башлайық. Сон о заман Кундоз Севил Картакаева алып барайды, бөле бір үйле яйынны, мен де анда бір ләтифелер, Қырым татар жаға тержіме етіп ете едім, бір спорт хаберлері олсын. Сон Ибраим Умеров чалышайды менден евел келген еді, о хаберлер япайды Мейдан радиосы үшін. Мен де ona қошылып, базы бір хаберлер язайдым, сеслендірі башлаған едім. Сон бір күн Шевкет Меметов чағырада бөле бір допрос шеклінде, сен кімсің, несің, қайдан келдің, не япмаға білесің, не үшін келдің, бөле бір штурм кешірген еді, мен ona ерші аңлаттым да, семізге келешесің, қал деген еді. Сон бөле бір күн қатырлайым, Надир Диттанов бір чекімге барған еді, Юркостерерім насыл чекім олған деп, бір синхрон язған еді, деме комментарий, спортшыларын комментарийсіні. Мен де көрдім, насыл камера шығара, насыл микрофон тұтмақ керек. Ондан сон қатырлайым, Қырымға бұл бірінші президент олған Юрий Мешков келген еді. О заман мені деділер, бар сенанда бұл конференцияға Мешков кележек Шевкет Меметовте бөле бір вазифе берген еді. Сорады рецепт решения крымско-татарской проблемы. Мен де барып уақыт Мешковтан сұраған едім, қатырламайым да өле бір ай неделе еді, бөле бір бұры бір жауап берген еді. Қатырын бұл бірінші чекімім еді. Асылда бөле айтқаныма көре журналистика тәсілем жоқ еді, бұл тәжірибенен, демек тәжірибе көресің, огренесің. Сон демек АТР-де чалышы башлаған сон 2012 сенесі қатырласам, бұл Түркияге ТРТ каналына стажировка йоллаған елдер бір аптаға. Анда діңлесек, нетсек, біз білген шелері, енді тәжірибенен огренген шелері бізге енді мутихаслар аңлата. Демек, біз оқымастан, бөле бір тек тәжірибенен чалыша, базовый шелер демек огренген едік. Сон Прагаға бөле бір тренинглерге қатнаған едік. Демек, яңы бір шелер огретмеділер. Мен жесіне бөле 5 ел масраф етіп институтта оқымаға, журналистика олмады. Демек, талант бөле бір истек олмақ керек чалышмаға, япмаға. Асылды білеміз ки сен Қырымда олғанда әрдайым сені бөле корреспондент оларақ епіміз көредік, барып нейерлерде не олып кешкені айтайдың. Асылда шынды есе сен заманда студияда отырып, ште бөле олып кешкен хаберлерін тариф етесін. Сенің же не данда мерақлы еді? О вақытлары чалышқан вазифелігін яда шынды? Мен жесіне Қырымда чалышқанда мерақлы жайды. Демек, біз Қырымнан бір көшесіне барған едік. Мен де өлен еді. Бір күн келесің, Ислам Терек районына кетмек керек. Анда бардың бір давалар олды, біршілер олды. Кележек күн Жанкойға кетмек керек. Үшінші күн Ялтаға кетмек керек. Демек, авто девамында бұтын Қырыма айлана едік. Ве АТР уақыт чалышқанда, мен айтам да адлиеже оларақ мен беген едім. Бөлі бір давалы левхалар шығармаға, чүнки ватандашларымызды чоқсы айтқаны кібі, бізім койде олған кібік, не ел yok, не су, не электрика, соне да біршілер ола, ер вақыт қавға. Демек, ватандашларымыз қавғасыз біршіні чезіп оламайды. Мечбур еділер бұл ерлі акимиет олсын, бөлі бір идарежелерге барып шикайет етмеге, ама өзлері барсалар, оларын демек бөле
Dinliler aydı yaxşı son kelers dep kuva ediler. Demek jurnalistler kelgen son, demek ular endi meselege dikkatli baka ediler ve meseleni çözmege tırışa ediler. Bizler de jurnalistler olarak hakkımız var edi olardan talap etmege ne için dep soramaga. Sonular da mecbur olaydı bu meselelerini çözmege ve АТР böyle desem bu МЧС кебекеді Қырымда не yerде bir проблема olsa Қырым татарлар бірден телефон етеді, bizde свет söndürdüler, bizde anda transformator çalışmaydı, холодильникlerimiz yandı, kelin bizge yardım etin dep bazı yerlerde su mesele olsun, bir yerde bir eski mezarlık бар еді, anda demek bu yerli hakimiyet keledi bir bazar kurmağa isteyedi, bir yerde cami kuracaklar, yer ayırmaylar, gaz meselesi olsun, böyle gerçek aytsam МЧС dayın her yerge barıp yardım etmege tırışaydı. Demek böyle hakiki halk hacimıydı. Hakiki demek biz anlaydık, biz yardım etemiz. Tek böyle keldin, çıkardın, unuttun degil her vakit bağdamız, telefon etemiz, mesele çözüldü mi? Yok. Demek bir hafta keçe kene bu memurlarga baramız, ne için dep sorayıq. Faydası olaydı ve Kırımda çalışkan muhit pek yaxşı edi. Demek nasıl koyge barsan, kayda barsan, bizim ATR hacimlere keldi, seni bilmegen adamlar. Biz ular bilmek ama ular bizni bile kele kucaklaylar. Demek ballar kelin, oturun, aşatayıq, içik. Demek ondan çekimler başlamaydı. Her vakit bir kahveye kelin, aşaşayıq, bunu yapayıq. Demek muhit pek güzel edi Kırımda. Herkes bizni seviyedi, begeneydi, bekleydi. Demek ATR kelip gösterse, olgan problemalar çözülür. Aslında seni böyle bir kazırny böyle fişечкаң var, herkes seni böyle bu kelimeler ile Zaman, ATR. Aslında bu kelimeni nereden uydurdun ve bilmeyeyim şimdi zaman her vakit evimde dinlegende zaman ATR dese oğlum bir her vakit tanışıp ketaga dey. O da zaman öyle keldi. Men başta başlaganda öyle çok duymaydım sozulgаны, son tecrübeyle bekle sozasın. Her bir insanın bir imzası var demek, bir fişkası var. Bu da meni bir levkanın sonunda meni imzam demek. Herkes sen aytkanın gibi doğru. Böyle Facebook'ta bazı vakit ko'rdim insanlar balların çekeler, onlar da zaman ATR dep yürerler demek. Bu adamlar baka adamlar demek begeni. Men de demek kaldırdım bu imzanı adamlar tanıganı için. Maşallah güzel imza oldu. Aslında gençlerin her daim böyle çok ambisiyaları var, çok istekleri var. Sen yaş olganda en böyle büyük ambisiyaların hatırlaysan, neler yapmak istedin o vakit? Bu sualni biraz endi muzokara ettik. O zaman aytganıma ko'ra, yaş olganıma bakmadan meclis azası olarak saylangan edim. Bu koy şurasında demek bizim kasabada son demek böyle bir deputat olmağa istegen edim. Çünkü anglaydım bu hakimiyetne böyle işbirlik etip, talap etip, demek öz menfaatlarımızı korçalamağa mümkün edi. Çünkü bu kazaklar olsa, ularda ne talap edecek? Ular özünün menfaatını korçalayacak. Çünkü deputatlar ne anda baraydı, birisinde demek toprak damartısını almak gerek. Bu Nikolaevka'da anda kurort bir kasabası, demek anda bir bazarçıkta bir nokta almağa, satmağa da bir şeyler çoksa insanlar böyle bir öz menfaatlarını korçalamak için baraydı. Ama böyle halkın menfaatlarını korçalagan insanlar pek az edi. Men de düşünedim barsam menfaatlarımızı demek halkımızın menfaatını korçalamağa bir imkanlar olar dep. Son o zamanları da 2013 senesi edi, böyle kurultay delegatı olarak saylanmak için de iştirak etken edim. O da zaman bazı bir rey yetmegen edi, çok değil ama keçmege fırsat olmadı. Ama belki keçsem de belki bir şeyler değiştirip olar edim o zaman ama kısmet olmadı. Ve işgal başladı da son mecbur oldu Kırım'ını terk etmege asıldı. Endi ne kurultay ne meclis faaliyetine bir razılık var Kırım'da çalışmağa. Kelinde bu işgal meselesine geçeyik. Bilemiz ki böyle en kaynak noktası o 26 Fevral 2014 senesi bu büyük o Ahmetjit'te Yukarı Şurası, Kırım Yukarı Şurası'nın o günde olup geçken miting edi. Sen de o mitingde iştirak etken edin jurnalist olarak. Aslında senin o günün vakıyaları hakkında nasıl en böyle parlak senin dikkatini celp etken şeyler ne hakkında aytabilirsin?
O zaman hatırlasak gerçekten de böyle bir büyük narazılık mitingi olgan edi. Demek bu Rus separatistlerini toxtatmak için, onlarga demek Kırım Rusiya olmaganını bildirmek için, Ukrayna erkeninde kalmak gerek olganımızını bildirmek için o zaman 10.000'den ziyade vatandaşımız toplandı. O vakit halkımız gerçekten de böyle ruhlangan edi. Böyle bir pik vakti edi. Mencesine bu Rusiya kelmegen olsa o zaman gerçekten de böyle halkımız için büyük bir değişmeler olabilirdi. O zaman aytkaным gibi biz gösterdik demek Kırım Ukrayna erkeninde kalmak gerek olganını. Ruslarga böyle bir şamar berilgen edi o zaman. Ular demek hatırlasam Kırım tatarlar ularını endi iterip çıkardı andan Ruslar endi kıçıralar anda Kırım Rossiya dep da bir şeyler ama Kırım tatarlar bu meydanını endi aldılar. Son böyle bir teklif edi. Demek sessiya olmayacak kelin tarqalayık endi kiteyik. Kırım tatarlar gitti bu meydandan bizler ise jurnalist olarak daha kaldık. Nezaret etemiz ne ola dep bu sarış Ruslar keldiler kene meydanға где татар dep kıçırala. Demek yakında 2 saat evvel kotek aşadılar. Endi kelip где татар dep Күрешке тоймайдылар. Demek где татары деп кычыралар вакыт базы bir шашкан едик, ama o zaman halkımız pek ruhlangan edi, böyle bir büyük dеңишмелерге hazır edi. Belki anda kalsak, bir şeyler yapsak, belki bir dеңишмелер olar edi, böyle bir işgalde шымды olgan kibik olmaz edi. Ama hatırlasam o konu bu sessiya olmayacağını ilan etken son herkes böyle Galibe gibi bunu kabul etti ama neticesini biz bilemiz. Gece bu binalar yeşil adamçıklarının zapt etilgen edi. Asıl da ayda olacağı oldu. Ama senince bu mesele başkaca olabilir edi mi? Misal insanlar kayıtmagan olsa. Mencesine olar edi, çünkü men hatırlayım anda bu yukarı şura güne men sabah saat 8'de demek fevralının 27'sinde sabah kelgen edim. Men her zaman gibi saat 6-7'de uyanıp işke hazırlanaydım. Telefon eteler, Liliya Budjurova dey balam, işke kelmek gerek, men deyim çıkam endi haberim var ve birden bu parlament güne kelgen edim. O sabahsı endi bayraklar köterilgen. Bayraklar emeke bu gecesi ular kirdiler de bayraklar koterdiler, bina zapt etilgen ve bazı bir şovinistler yüreler anda bile bir vaziyetini kızdırmak için anda kimler keldi hatırlayım, anda bir aktör var edi. O herkesge tarif etti, nasıl kırdılar, nasıl silah var edi, neler hazır yapmağa. Demek son biz operatorlardan anda turaydık. Bu bir aktör deydi ki, yürüng men sizni tanış eteyim. Biz o vakit böyle bir tehlike ola bilgenini anglamaydık. Operatorlardan endi bardık bu yukarı şurasının kapısı yanına camı sınık. O de kelin kirik, ular sizge bir izat verirler. Biz de kiremiz anda endi kirecek edik, anda 2 kapı var. Bir kapı, 2 kapı. Ular demek bir granata atalar, ses granatası. O da 2 kapı arasında patlaydı. Hepsi jurnalistler andan kaça. Ve bu sabah saat 8 edi. Bilgenime göre böyle bir maksus hizmetler, demek böyle bir bütün amunitsiyada şlemler, bronjiletlerinin hazır ediler. Bu saat 8 edi. Ama bizni biraz kuvdular andan ve biz yarım saat içinde bu kvartala aylanıp kelgende bu insanlar endi yok edi. Men anglaganyma göre böyle bir şturm etmek için Ukrayna alfası edi, men anglap olmayım nasıl kuvvetler edi, hazır ediler. Ama komanda keldi ya da kelmedi, bu insanlar tarqaldı. Ve mencesine Kırım tatarlar belki Ukrayna faallerinde kalsa vaziyet bambaşka olabilir edi. Rusiyanın gerçekten de planları var edi zapt etmeye, bu demek böyle apansızdan plan olmagan, ular da bir demek vakit kelmesini hazırlıklar yapaydılar devamında. Hazırlıklar yapaydılar ve hatırlasak bu binalar 28 fevral ve 27-28 fevral gününde bu binalarda bu yeşil insanlar, işgalciler, teröristler oturaydı. Tek Mart'nın birinde sokaklar boyunca Rusiya askerleri peyda oldu. Ve men anglaganyma göre böyle bir 2 gün Ruslar teşkirdiler. Ukrayna demek askerleri bir karşılık gösterecek mi? Yerli sakinler, Kırım tatarlar bir karşılık gösterecek mi? Baktık orada hiçbir karşılık yok. Demek bütünlüğü zapt etmek yol mümkün. Açık. Yol açık ve mencesine o zaman bir karşılık olsa Ruslar belki aytar ediler akıyar bizde kalsın. Çünkü anda bu Karadeniz flotu var. Bizge bir yol kaldırın. Demek Kırım'ını biz temeyik çıkamız ve mencesine o zaman böyle bir senaryo olabilirdi. Ama hiçbir karşılık olmagan son, ular da Rusça dayan aytkan son, dayut biri degen son, demek her şey serbest, böyle açık olgan son kelip aldılar. Belki ularga akıyar da yetecek edi ama Kırım'ını da bergen son, ular Kırım'ını da aldı, yuttular. O vaxtlarını hatırlasak, birinciden Rus işgalciler Ukrayna harbiy hizmetçilerin blok eteydiler.
оларын казармаларынан чыкмага бермедилер. Сенинче не болду да бу нагадыр 1000 Украина аскерлери бырысы чыгып боле душманга каршы аракет фаалиет япып башламадылар. Бу неден баглы? Хорхолук эдими? Я да руслар мана чихнен себепнен кулланып Киевде бу деңишмелер болуп кечкен, инкыляп болуп кечкен вакытлары бунен кулланып ве эмир бережек тапылмады инсан буна насыл түшүнесиң? Менчесіне, о заман Украина аскерлері керчектен де біле қаршылық көстермеге ве еңмеге азыр еділер. Бақсақ бұл рус аскерлері олғаны, демек бұл арби бөліклеріні біле қыршавда тұтқан аскерлер, олар еңгіл сілянен автомат олсын, пулемет олсын ве бір гранатомет. Башқа біле бір ағыр силялары yok еді. Украин арби бөліклері, андайым танкылар олсын, башқа шелер олсын, ракеталар олсын, ерші бар еді, женклешежек олсалар. Менчесіне қаршылық көстере біледілер. Ама сияси ирады yok. Сияси ирады yok еді. Емде бұлар руслар, бұл украинлер, олар демек қардаш халық оларақ насыл біз женклешежеміз. Ве да бір фактор оларақ, чүнке евел аскерлер, мисал оларақ Львовтан чағырылған аскерлер Қырымда келіп қызмет етеділер. Қырымдақлары кетеді Сума вилетіне, Сумадан кетеді Харьков вилетіне. Демек бұле Деңішуф олайды. Ама соңғы еллары Янукович келген сон, демек айттылар Қырымда чағырылғанлар Қырымда қалсын, қызмет етсінлер деп контракт имзалайдылар. Бөле бір арби бөліклерінің елбасшылықларыны бақсақ, олар чықып бізге есабат бар еді, демек бізім аскерлеріміз тұра қаршылық көстережек, қаршылық көстермеге азыр, ама бірқач күнден олар енді силяларыны бұл оружейкаларында қапатып, бірқач күнден андайында руслар кіріп, оружейкаларыны башладылар бөле незарет етмеге. Мен аңылағаныма көре бұл арби бөлік елбасшылықтары сатылды, пара алдылар, чүнки о вақыт чоқ айтайдылар, руслар келі бөле чемоданнен пара теклиф етейділер, Ростовта олсын башқа ерде квартиралары шадырайдылар, демек сіз бұнда қалмайжаз, бізге демек теслім етіңіз, арби бөлікні ве кете білесіңіз. Ве чоқ бөле арби бөлік елбасшылықтары сатылды. Демек аскерлер белки азыр еді, ама емір олмаған сон, бір аскер башласа, белки бірде бір әрекетлер олар еді, башқалар да қошылар еді. Ама бөле жесурлер олмаған сон, бірде бір әрекетлер башламақ үшін кімседе башламады, қаршылықта көстермеді. Асылда о вақытлары, о одиселерде башладылар инсанлар ғайып олмаға. Ве білем шындыки малюматқа көре 40-тен зияде инсан ғайып олды, базыларыны олы таптылар, базылары шындыки күнге вазиетлері белі дегіл. О вақытлары бөле журналист оларақ қызмет еткенде қорқу бар еді ма асылда? Шынды бір ерге кетем, бізінді бір ши етіп, тұтып бір ши апсалар деп? Шу заманы қатырласақ, демек, у күнлері керчек айтам қорқу yok еді. Чүнке біз біле бір демократик девлетте бұйыды, костық, демек біз білеміз ки сен журналистсің, өз фалиетіңен оғрашасың, сен демек кімсеге тоқылмайсың, өз ішін япасың. Украинада кімсеге бөле тимейеділер, басқа етмейеділер, рат чалыша бередік. Ама русларны сиясетін бізді білмедік, біз үшін Русия бұл ұзақ еді, анда да біз біледік, инсанларны қырсызлайлар, басқалар япалар. Ама бөле бірінші инсанлар, бұл Ришат Аметов мисалылар қырсызладылар, өлдірділер, сон о заман біз бөле тұшыны башлады керчектенді, бізге де бөле бір телуке оладыр деп, о заман тек бөле қорқу демем, телуке дұйғылары пейда олды, чүнки мұқайт олмақ керек, біз бұл казахлар, сарғушылар, туралар, біз суалер береміз, олардан біршілер давалашамыз, маңлайдық, олар демек сені де тұта білелер, алып кетерлер, ве ғайып етерлер. Оле бір телукелер бар еді. Ама тек сон аңла башладық. Бұл бірінші күнлері мен чоқ бұл арби бөліклер янына барайдым. Бұл референдум чықарған едім. Бұл референдум насыл адалетсізлік кечкеніні бұтын дүнияға көстерген едім. О заман қатырласақ Каменка бұл Боғырча қасабасында сайлав күні демек, бұл мартының 16-сы еді, бізні давет етті, бір меджлис азасы, оде мен бұл сайлав бөлікіне қаршы бір түканда отырам да саям қач инсан келгенде. Анда пек аз адам келді, саат 5 еді, ақшам саат 6 олып отырайды. Келің де чықарың, ашын көрерік, сайған сон не қадар олacak деді. Біз де анда азырландық, бардық бұл сайлав бөлігіне, олар біраз шаштылар, не бұнда бөлік енді қапалajaqсыз келдіңіз, көреміз бұл урналар, сайлав рейлері ташлаған құтылар, бомбож десем олacak. Енді біле тыбы қапланған бұл киятларнен.
Менде сұрайын, бұл бөлікте қач инсан қайттан кечкен? 2000-ге яқын деп, 1800 ғалба. Менде не қадар рей берді? 50%-дан зияде деп айталар. Менде бұнда енді демек сіз жесіне 800 бюллетень ташланған. Мен жесіне бір 100 бюллетень ең чоқа анда бар. Олар еді керчек, мұна бақ, оларын анда статистикасын көстері бұл саатқа бұн қадар яза еділер. Аңлығанма көре, олар бөле ялан сахте нәтижелеріні язмаға азыр еділер. Ама біз келдік, олар шаштылар. Не үшін журналистер келді, башладылар Қырымның Сайляв бөлігінің рейсі Малышев еді. Уна телефон етелер, бұнда журналистер келді, біршілер чықармаға істейлер, бұзларыны қувмаға істейік деп. Ама біз аңлатамыз, аққымыз бар, бізде аккредитация бар, біз мұнда қалажамыз. Нейсе, аққымызнен қоланып, Сайляв бөлігі қапалған сонда біз анда қалдық. Венасыл бұл рейлер сайылғанны көстердік. Рейлер сайылды. Олар бұл низамнамені бозып, демек башта ишлетілмеген бюллетенлеріні yok etmek керек еділер. Олар қуанчнен тоқтылер, ишлетілген бюллетенлер сайдылар, анда yanlışmasam 180 ғалба бюллетен шықты. Бұл 10% тек. Ама олар бізге саат 5-6-да келгенде деділер анда 800-ден зияде 50%-дан демек артық деп. Біз келмесек, олар 90% язажақ еділер. Анда бұл бөлік ярыға яры еді. Ярысы Қырым татарлар, бұл Каменка демек. Ярысы руслар. Ве біз бұны эпсіні жанлы яйында көстерді. Бұтын дүния көрді насыл референдум кечкені. Бізге насыл айттылар 50%-дан зияде, нетижеде 10% тек рей берілген. Ве олар делер, олды чықардыңыз, қайтасын, олар протоколлар имзалайлар. Бізден yok, біз шымды сізнен берабер бұл колонаға тізілежеклер, олар бұл Сайляв, меркези Сайляв бөлігіне барып ташлайжақ бұл протокол бюллетенлеріні. Біздейік, біз сізнен берабер кетежеміз. Олар да шашты, кенеді біреулерге телефон еттілі, бұзына бір емиет бермедік. Сон Каменкадан енді чықамыз, бұл енді кефе yoluna, Симсити Трансияна енді яқынлашамыз, бұзыны бір машына yol четіне чықарып ташлады бөле сықып, біз бір-екі даққа тұрдық, дүйім Аллаға шүкір, бекін бірсі шашмалағандыр деп, сон кенеді yolға чықамыз, екінші машына бізні сықа, сон бізде аңлап оламайық, бір 4 инсан автоматнен бөле балаклаваларда чықа, біздеріні машынадан чықаралар, кімсіңіз, нечін бұл Сайляв комиссиясының артындан кетесіз, не істейсіңіз деп. Біз аңлатамыз, журналистлер, сізге кетмеге олмай деп бізні тоқтаттылар, біз аңладық, енді шақалар бітті. Біздің анда отырғыздылар машинаға, деділер, тұрың бұнда, бұл колона ұзақлашмағанына қадар бұнда тұрың деп. Сон бізде аңладық, енді кетмек керек ме, бізде енді ғайып ола білеміз. Ве тоқтаттық, сон демек каналға қайтқан едік. Білгеніме көре, бұл руслар ишғал еткенден соң, іште ось юқары шурасыны құрдылар, Госсовет адын япқан еділер. Ве август айында анда бір мерасим кечкенде, сен де журналист оларақ иштирак еткен едің, ве руслар Русияның гимні чалынғанда сен көтерілмеген екенсің, тұрмаған екенсің, ве базы депутатлар сана қаршы бөле давалар башладылар, сені аккредитацияны yok etmek için. Nasıl da o vakti nasıl hatırlaysın? Reaksiyaları nasıl еді? Олар үшін бөле айып şeydi не вақт, оларын гимні чалана, инсан көтерілмесі? О, бір қач кере олған еді бір кереді кел, бұл да июнь, июль айларында сессиялар чоқ кечіреледі. Чүнки бұлар бір жұмхуриет құрдылар оз жесіне, ве демек чоқ бір қанунлар қабыл етеділер, ве әр авта біле сессиялар кечіреділер. Ве яңы сессия башланғаны вақыт, әр вақыт біле бір Русия гимнінен башлайдылар. Мен де дейім, мен Украина ватандашы, мен Қырым татары, бұл ишғалжілеріні танымайым. Не себептен мен тұражам да бұларын гиміне үрмет етежем. Ве бұле матбуат васталарының хадимлері үшін айры бір ер бар еді, бұл үч сыра арттан біз анда отырайдық. Мен де әр заман бұле сыраның четінде отырайдым депутатларға яқын. Ве гимн башлады, мен тұрмайым, депутатлар әрсі маға бақпота, демек бұл не үшін тұрмай деп, үрмет етмейде, бұле телефонларға біршілер чықармаға тырышалар. Сон артымызда бұл парламентның матбуат мерkezінің yolбашысы бізні аккредитация япқан, демек уды, Шевкет, станьте, пожалуйста, у меня проблемы будут. Я говорю, ну проблемы у вас будут, не у меня будут, поэтому я гражданин Украины, я не уважаю этот гимн. Мен дейм, он үшін мен турмайжам. Уды, мен сізні ялварам, турыңыз, мен дейм, мен турмайжам. Шымда Русия гимні бітсін, Қырым гимні башласа, мен турмаға азырам. Сонды менде проблема олacak, сізде проблема олacak, сіз Русия қанунларыны бозасыңыз, бұл бір
жинайы месулиеттір деп, сон бір қач афтадан каналға бір сайфелік мектуп келді депутатлардан. Демек, маңа шикайет етелер, мына АТР мұхбері Шевкет Наматулаев Русия гимні урмет етмей, бұл демек жинай кодексінің бөле маддесіне көре месулиетке чекіле біле жанлар ағырты ве АТР елбасшылығына деділер бір профилактик субъект кечірін аңлатың деп. Демек, АТР елбасшылығы да бұл мектупны алды, келді, яныма бер күліштік. Демек, меселе чезілді. Ве мен кенеде бармаға девам етедім, аккредитациясыз қалдырacağımız деділер. Сон мені еріме башқа бір журналистер барайды, сон мен де бармаға істедім. Чүнки пек мұйым еді, нелер қабыл етелер, насыл қабыл етелер. Бұны кенеде дүния пек бақайды Қырымда не олғанны. Бөле келештік, Русия гимні олғанда мен бір демонстративна тұрып, салондан шықайдым. Сон Қырым гимні башлайда бір шей, сон мен кіредім. Бөле келешкен едік, аккредитациясыз қалдырмасылар деп, мен кенеде урмет етмегенімі көстередім. Бөле рус гимні башлай, мен тұрам, салондан шығып кетем. Демек, сен русларға қаршы ойлы ачық өзіңнің наразылығын көстередің, өз позицияны көстередің. Сана қаршы олар тақып етейділер ме, дуяйдың ме біршілер? Мен бөле шақсен өзім дуймайдым, ама каналда олған елбасшыларымыз деген еді, сені тақып етілер, демек мұ қайтыл. Мен бұл айлары бөле чоқ маршрутларымы деңіштіредім. Мысалы, орақ евге бармайдым, тиземе кетедім, яда бір сойсопларымызға барайдым, ер заман бір елінен жүрмейдім. Ве АТР телеканалы Симсити Транс бөле шirketінің территориясында, бинасында ерлешеді. Вече-вечетер вақыт бөле чоқ машиналар топланайды, бірсіні ала, такси келе, мен де бір ештен шықам, ве бақасың артыңдан машина көчті ма, жоқ ма? Көчмеді. Демек, кетесің бұл остановкаға, дұраққа, яныңда бірсі кете ма, артыңдан кете ма, автобусқа миндің, бақасың, сенен берабер бірсі шықты ма, түшесің. Демек, бір паранойя кібі олайды. Демек, керчектен де телекелер бар еді. 26 январь 2015 сенесі АТР телеканалында ишгалжелер өлі тинтуф кечірген еді. Сен де о вақыт андайдың нелер қыдырайдылар, ве сенің же бұл тинтуфның ақиқи себеплері не еді? 26 январь күні біз демек сабадан ішке келдік. Редакторларымыз деді ки, бөле бір малюмат бар, саат 10-10:30 бізге бір тинтуфнен келе білелер. Демек, анда бір чалышқанлар хабер еткенлер. Бізде азырландық, камералар анда 3-ші қатқа пенжереден, демек, епсіні чықармақ үшін не насыл олажақ. Ве 10:30-ларда бөле селялы ОМОН хадимлері маскаларда тақиқатшылар сұрып келділер АТРге. Демек, еркес кім одаларда отыра, mesela Заман олсын, продакшн олсын, Саба олсын, башқа бір режиссерлар одасы еркезіні қапаттылар. Кімсе шықмай, компьютерлерге яқынлашмай, ве олар о вақыт айтқанына көре 26 февраль митингінен бағлы видеолар қыдырайдылар. Чүнки о заман 26 февраль давасыны башлатқанлар. Соны қатырласақ, 3 күнден ақтемчі игозыны тұтқан еділер. Оларға бөле бір избатлар керек еді. Демек, олар аңлайды, АТР телеканалы о заман митингіні 5-6 камераға шығарған еді. Бізде чоқ материаллар бар еді, чоқ инсанлар анда тұшты, бірсі бекім қалабалықларда иштирак ете, оларға избатлар керек еді. Олар келіп, мысалы, орақ бір білгісаярға отырып, демек, поезд качады, анда 26 февраля деп қыдыралар, насылдыр бір материаллар. О заман мен левқа япқан еді, менде таптылар бір документ, бұл сюжет весиқасы іште, оны таптылар, сон редакторға да таптылар. Кене о весиқан, демек, бір системный олған сон бізде компьютерлер бағлайды, демек, протоколлар тізділер кімден не тапылды, ама ең есасы олар видеоны тап боламадылар. Видео демек ерчектен де бізде бар еді, ама елбасшылығымыз айтты, видео сілінді, біз оны сақламайық, чүнки пек чоқ ер ала, ама олар бұна бақмадан қыдырдылар, тапып олмадылар, бір мерақлы вақиялар да олып кечкен еді бұл ишгалжелер келгенде. Олар яйынны тоқтатмадылар, ама незарет етеділер, яйында не кете. О заман бөле жанлы яйынлар АТРде аз олайды, ақшам заман яйынлары, күндіз бөле чешіт передачалар олайды. Сон мен журналист оларақ, мен де енді чалышам, бізге келділер, давет етілмеген мұсафырлар, мен телефоным алып башладым оларыны чықармаға. Коридорда юрелер селянин бір ода янда туралар келділер, бір электриканы сондыреже кеділер, бір общий щитовой бар еді, оны сондыреже кеділер, мен де анда чықарам, бұнда чықарам, бұл ишгалжелер маңы дей чықарма, мен дейм яқшы чекілдім четке, соның кене келділер чықарма деп, мен кене девам етем чықармаға. Сон сен аңламадың дейлер, мен дейм, мен аңладым, ама мен оз вазифем бежерем.
Сон мечбур еттілер телефонымда олған бұл чықарған кадрларын епсіні сілмеге санкедерсін оларының юзлері анда көріне екен. Мен де дейм, тамам сілейік. Яда телефонын алажамыз опис япып, яда сіл. Мен дейм, яқшы сілейім. Соны каналда олған IT-шілікерге бардым да дейм, бөле-бөле вақия олды. Бұл чықарылған видеоларыны кенеде қайтармақ мүмкін. Олар ебетді. Олар бұл видеоларыны қайтардылар. Сон Эльзара Ислямова о заман коридорда біле тұрып, олған вақиялар аққанда біздің мұхбірлерімізге изат бермекте ве ФСБ хадемлерінден бірі келіп, дей, вас директор зовет деп, демек Эльзара Ислямова өзі мұдир, оны демек шашмалатмақ үшін бұл интервью бермектен чекмеге тұрышты ве олар көрді, бұл эпсі камераға чықарылды ве тұрыштылар бұл видеоларыны алмаға. Демек, о заман оператор чықара, камерада 2 флешка екен, 1 флешкасын бере, асылы башқа флешка, бұлар қуана-қуана, демек, бұл материал эфирге чықмай, жақ рат отыралар. Саат 12 ола, сон более экстренный выпуск Лилия Буджурова осы чықып, икайе ете, мана бізге келділер, ве бұл кадрларына көстерелер. Олар шашып қалды, насыл етіп, олар демек флешканы алдылар, телефондан сілмеге мечбур еттілер, ама оларны енді кене бұтын қырым, бұтын дүния көре, насыллар келділер, насыл боле бір әрекетлер япқанларыны ве башладылар. Сон қыдырмаға кім берді, кім япты, ама материал енді АТРде чықты, біздер енді башқа телеканалларға да yolлап етіштірген едік ве кенеде еркез білді не келгенлер. Esas себеп бізге басқа етмек үшін ве бұл 26 февральнен бағылы видеоларына тапып ве да чоқ инсанны месулетлікке желіп етмек еді. Ве насылда бұл işgalcilерге қаршы көреш олмаса да, амма ось бөле қанунларыны қоланып, лицензия девам етілмеді ве 2015 сенесі 31 март күні АТР телеканалы қапалған еді, яйынлары тоқталды ве енді фаалиетіні девам етмек үшін бөле мечбур олды Украинаға чықмаға. Сен үшін бұл сечме насыл кечті? Қырымда да қалып девам етейін фаалиетімі, яда чықып мұнда девам етейін фаалиетімі? О вақытлары насыл түшінжелерің еді? О заман түшінжелерім Қырымда қалып, бөле хабер, сияси меселелерін мұзакер етмеге асылды имкансыз еді. Чүнке білеміз, тақыплер чоқ олайды, базы бір журналистлеріні тұта еділер. Оның үшін қарар алғанда қиын еді, демек Қырымны терк етіп кетмеге, ама мұйымы еді, демек инсанларыны бөле бір информацион вакуумда қалдырмамақ. Ве біз біледік, бұл біздің бойын боржымыз, демек біз бұл күрешіні башладық, ве бұл күрештен бөле чекілсек, doğru olmaz. Onun için isteyik mi istemeyik mi mecbur edік Қырымдан çıkmağa, Kiyev'te faaliyetimizni devam etmege vatandaşlarımız bu айтқаным gibi vakuumda kalmasınlar. Çünkü o zaman ATR söndürülgenini hatırlasak, Mayıs ayında başladı böyle tintuvler 26 fevral boyunca Mustafa Degirmenci, Ali Asanov tutuldu. Ama o vakit Facebook'ta da insanlar çok kullanmaydı böyle video çıkarıp derç etmege, tek akşamға bilediler. O zaman gerçekten de керек еді çıkıp devam etmege ve bazı bir tehlikeler de бар еді. O zaman hatırlasam men çıkқанда мен ATR xadimlerinden birinci olarak Kırımdan çıkқан едім, мен отырайдым. Demek bu 26 fevral vaqiyalары başlanған son men de oturup bu videolarını bakaydım. Kimler bizim muhbirlerimizden, tanışlardan бар ма, yok mu? O zaman Ленур Ислямов енді Киевте еді, қарар алынған еді Киевке çıkmaq, көчмек каналыны бұнда көчірмеге телефон етеді де, сенде ақшамға яда сабаға қадар вақыт бар, саңа çıkmaq керек, саңа ярын бұрысқын евге кележеклер, яда тентуф, яда сені тұтажақлар. Мен де чоқ түшінместен, о күнлеріні яқшы қатырлайым, іштен шықтым да, сон апайым чалышайды, ona дейм, бізге кетмек керек. Я не олды, бөле көз яш, мен дейм, Оле қарар алынды, демек телекелі олacak. Бұнда қалмаға çıkmaq керек, çoqqa mı, azға mı білмейік. Ve o zaman мен ақшам evге келедім, saat 6-7-де, okun saat 4-те келдім, anam аш пішіре. Демек, не ерте келдің, мен дейм, anam аға кетмек керек. Қайда? Мен дейм, Киевке, я не oldu, мен дейм, ана бөле-бөле mecburiyet, demek zorunda қалдық, кетмек керек. Herkes demek böyle көз яш, ай не olacak, мен дейм, Bizim işimiz devam etmek gerek. Biz demek vatandaşlarımızı böyle kaldırsak olmaz. Böyle vaziyette son men sabasına turup endi yolga çıkkan edim sınırda böyle bir memori sınırda hiç bir problema olmadı. Akşam men endi malumat berilmegen. Men endi akşam Kiyev'te edim. O yanlışmasam Mart'nın Mayıs'nın 13 ya da 14 edi. Men endi Kiyev'ke çıkkan edim ve o zamandan beri Қырымға іште аяқ басмадым, тек біле сыңырға қадар барасың, ұзақтан бақасың,
ватан Қырымның авасын Қырымның авасына Қоқысының бөле алмаға елшіқына талап қоқысыны дуясың ве кенеде қайтмаға мejbur оласың. Чүнки телекелер бар, біз аңлайық, мен сербестлікте олсам чоқча файда кетіре білем. Мен анда қалсам белке мені яда тұтар еділер, чүнки мейлі позиция болғаны үшін, яда ғайып етер еділер. Тұтса, қапасалар 5-10 ел берселер, біле, сойсоп, ақраба, білежек еді, сен отырасың, 5 елдан чықажаң. Адемек ғайып етселер, сені қырсызласалар, сомына Эрвин Ибрагимовны көреміз, ана бабасыны көреміз. Мен де аңладым, демек шықсам, маңа да ве сойсопларыма да қолай жаулажақ. Оның үшін мұна бөле Қырым тұшындамыз. Ve bilgenime göre ende Kiyev'ge mecburi böyle çıkkandan son baba oldun. Eki balan egizler doğdu. Asılda egizlerin babası olmak nasıl? Керчек айтсам, пек қуанч еді уақыт білгенде егізлер олажақына бірсі оғлан, бірсі қыз, адлары Муслим Динара. Шымды мына яқында 4 яшына олажақлар, бала бақшасына қатнайлар. Пек қуанған едік, демек ғұрбетлікті олса да, ама демек евлятларымыз доғажақ. Евлятларымыз доғды, керчектен де бірінші айлары қиын еді, чүнки сойсоп епсі Қырымда біз апайнен екіміз бұндамыз. Бір ай бөле хастаханеде кешірдік, чүнки біраз ерте доғған еділер. Нейсе де бұйыттық, оселер бірінші айлары қатырласа мен ішке қатнайым. Ақшам келем евде балалары бақмақ керек, чүнки бірсі ята екіншісін ашатасың, оны бақмақ керек. Базы қиын олайды, сон бөле күлінчлі вақиялар да олайды. Мен ятам гежесі уянам, бір бала сесіні ешткен кібік, алам ястық, аяқыма башлайым саламаға, апай, де, не епасың шу? Мен дейм бала салайым дейм. Бала юқлайды кроватында. Бөле вақиялар да олайды. Демек, бұтын күн іштесің, ақшам бала 3-4 саат ең чоқындан юқы олайды бұл бірінші айлары. Ама оны кечтік, Аллаға шүкір, балалар өсе, біз де олармен берабер бұйық. Білгеніне көре, сен Киевде екінші али тәсілі алдың. Nasıl zanaat sahibi oldun ve ne için da оқыма кірдің, бір зanaat yetişmedi mi? Бір зanaat yetişmedi. Демек мен адлиеджі оларақ оқыған едім, ама зanaat бойынша іште çalışmadım. Ама маңа шымда атырде çalışқанда да бұл пек ярдым ете. Қайдан етсең де, демек сен адли тарафындан білгілі олсаң, саңа ерде қолай весиқа толдырмаға, біреуінен лаф етмеге, қауғалашмаға сен демек қануни тарафыны білсең, чүнки бұл мемурларға барсаң, олар біле, бұл чобанлар, олар білмей. Демек сен оларға құқи тарафтан аңлатмаға башлайсың, олар аңлай, тоқтамақ керек, бұл инсан біршілер біле, қанунларны біле. Сон 2016 сенесі бұл Державный Академия Державного управления при президентове Украины Девлет идарележігі институты академиясы қарар алдым, анда кірмеге дейм ки, бұнда Киевтем, шымды имканым бар оқымаға. Біз иншалла Қырымға қайтажамыз, анда да бөле идарележілер керек олажақ. Мен дейм бұнда фырсат олғаны вақыт оқымасам, сон демек тірсеклерімі демек тішлеме тырышмайым, сон Қырыма қайтқан сон имкан бар еді оқымадым деп бардым, оқыдым. Демек бөле бір чоқ танышлар пейда олды, чүнки анда оқығанлар бөле чешіт вазифелерде çalışқан инсанлар, бірсі бір кой шурасыны, бірсі бір назирлікте çalışса, башқасы да бір прокуратурада çalışа. Бұл девлет идарежі олмақ үшін мен жесіне Қырымға қайтсақ, бізге мутихаслар керек олған сон, мен де бөле шымдыден, евелден азырлық көрдім десем олажақ. Ама шынды біз Қырымдан шықсақ та, Киевде олсақ, ама біздің ішіміз, біздің фаалиетіміз Қырымнен бағылы, біздің халқымызнен бағылы. Асылда біздің япқанларымыз Қырымларға етіше ме, яда жоқ ве шақсен сені көргенің бұл ақта, бұл фаалиетте насыл құсырларымыз бар? Біз елімізден келгені демек япмаға тырышамыз. Біз Қырымда олып, айтажағым, біз анда о қадар біле сияси меселелеріні көтеріп олмаз едік. Чүнки көреміз Қырымда бұл миллет каналын тешкіл етілер, демек тек олған ишғалжілер үкіметіні мақта-мақталар. Біздің фарқымыз есе біз Украинада, бұнда Киевте, Украина қытасында олып, біз Украина үкіметіні сербест тенқіт ете білеміз. Бұны япмады демек, біз Қырымда олсақ, анда тенқіт етмеге, біршілер талап етмеге имканымыз олмаз еді. Шымды бұнда олып біз
gerçekten de халқымыздың бір сесідір. Халқымыз анда олып, айтacak şeylerini oza айтып olamay. Bizler ise böyle bir rupır dayın halkımız айтып olamаған şeyleri dünyaya bildiremiz. Hem halkımızın olğan isteklerini Ukrayna hükümetine olsun, halkara cemaatçılığına olsun bildirmeye tırışamız. Onun için bunda olğanımız, böyle serbest territoriyada olğanımız pek mühim. Faaliyetimiz alıp barğanı, ama husurlarımız da var. Bu husurlarımız demek biz Kırım'da olmağanımızla bağlıdır. Biz Kırım'da olup böyle bir kontent meselesinde böyle çokça çıkarar edi, keyfiyetli demek insanlarla. Çünkü böyle televizoruna bakkan insanlar, haberler olsun, başka şeyler bakkanda, onlar ozunu hakkında, komşusu hakkında, koyde, kasabada, şehirde ne olğanı hakkında bilmeye tırışa. Onun için bizde böyle bir uzun kopur demek o uzulmekte. Çünkü bizler uzakta olup Kırım'da olğanı insanlarını meraklandırgan böyle medeni taraftan olsun, sosyal taraftan erşilerini gösterip olmayık. Ama şimdilik vazifemiz böyle tek siyasi taraftan halkımızın hak hukuklarını talep etmegi ve bizlerini dünya eşitsin deyip böyle halkımızın rupırı olmağa mecbur olduk ve mencesine ATR degende dünyada endi bileler bu Kırım Tatarlarının sesi, bu Kırım Tatarlar istegenini aytkan kanal deb bizlerini bileler. Ve şimdi biz anda olmasak da ve böyle müstakil matbuat vasıtaları olmasa da ama halkımızdan böyle faaller peyda oldu ve Kırım'da olup geçken siyasi meselelerini, bu takıplarını, bu tintuvlerini göstermeye devam etti. Çok sağ olsun Kırım bir demligi peyda oldu ve bilesem bu endi sonki yıllar devamında onlar da inkişaf etti ve şimdi baksak birinci streamler, birinci yazganlar, malumatları ve şimdi yapkan şeyleri menimce o stiller, onların faaliyeti ATR telekanalına nasıl yardım etti senice? Onlar bizlerge pek büyük yardım eteler. Kırım'da olğan vakiyalar hakkında onlar bizge çok bir materiallar verirler. Bu tintivler olsun, mahkemeler keçe, onlar her yerde bulunalar. Demek ATR Kırım'da nasıl çalışaydı, onlar da şimdi böyle gibi faaliyet devam eteler ve gerçekten birinci yayınlarını, demek streamlerini hatırlasak ve şimdi gerçekten de profesyonel jurnalistler gibi çalışarlar. Endi suallerini de doğru verirler, gerekli cevaplarını da alalar ve her yerde olmağa tırışarlar ve onların yardımı de ATR telekanalı şimdi böyle Kırım'da olğan vakiyalarını göstermekte ve ATR vasıtasının ise dünyada ve Ukrayna'da olğanlar da Kırım'da olğan vakiyalarını bilmekte. Onlar için onların tesiri pek büyük ve büyük bizge bir destek verirler Kırım'dan. Kırım'da ATR telekanalı olğanda bu regional telekanallarının arasında ATR en belli, en mod kanalıdı. Herkes onu bakaydı. Ruslar bile bakaydı ATR telekanalının. Asıl da şimdi çeşit taraflardan eşitsem, şimdi biz Kırım'da değiliz de ama Kırım'da yaşayanlarının dinlesin, bu ATR telekanalının popüler tarafından baksak biraz azlaştı. Bazı teleseyirciler şimdi bakmaylar ATR'ni. Asıl da bu acınlıklı menimce. Ama bu meseleni sen haysi taraftan koruyorsun? Ona sebep ne oldu? Bu tabii şey demek, men evvel aytkaным gibi insanlarını her vakit meraklandıra, onların yanında, etrafında olğan şeyler gösterilmesi çünkü koyalar. ATR misal olarak Kırım'da niçin popüler oldu? Biz her bir regionga baraydık. Mikrofon koydular, insanlar bilmeydi. Nasıl kanalı? Nasıl kanal dep soraydılar. Biz dedik, mana ATR böyle resurslarda demek Sputnik'te olsun, böyle antennada tapmak mümkün. İnsanlar asıl da bilmeydi. Son biz o insanlarına kelip çıkaramız. Bir miting olar, Ruslar olsun, Tatarlar olsun. Ve herkes kelip akşam televizoruna bakıp ne gösterecek ekenler, bizim hakkımızda ne aytacak ekenler. Komanda sinxron demek komentari berdi de ne aytdı, doğru aytdı mı, doğru aytmadı mı dep insanlar böyle takip ettiler. Ve öyle şekilde ATR popüler olup gitti. Bizni tek Kırım Tatarlar değil de doğru aytasın, Ruslar da, Ukraynalılar da yaxşı bakaydılar. Çünkü anda bizde zaman yayınlarını baksak, üç tilde olaydı. Hem Kırım Tatar, Ukrayn, Rus tilinde ve bizlerini Ruslar da çok çağıraydı. Bir problemalar olsa kelin, siz yardım edebilirsiniz, sizin tesiriniz büyük dep ve esas kusurumuz demek biz Kırım'da olmağanımız. Kırım'da olsak insanların yanında olacak edik. İnsanlarga demek onların özleri hakkında bir malumatlar eşitmege hoş ve onların problemaları çözüledi. Uzakta olganımız için böyle bir aytan da yar peyda ola. Bazı yaşlarımızdan böyle fikir eşitem. Biz milli matbuat vasıtalarının leyhaların, malumatların işte bakmayımız. Çünkü
Олар шындыки заманға көре кейфиетсіз, мерақлы дегіл вейләхре. Асылда бөле проблемны көресің? Бөле проблема бар, чүнки бақсақ, башқа рус олсын, украин олсын, инглиз тілінде контент, кершектен де бөле графика жеттен олсын, бөле кейфиет тарафындан олар илеріледі, демек чүнки анда бұйық паралар бар, оны япмақ үшін. Бізге, өзімізге контент япмақ үшін, мұна шымды бір передача шығарамыз, мисал олақ бұл кейфиетлі шымды олмақта. Ама бөле мультик алсақ, бөле бір фильмлер алсақ, АТР оларны тержеме етмеге, сестендірмеге тұрыша, ама япылғаны бұл базы енді ескірген. Чүнки олар үжежжа сатып алмақ мүмкін, яңысын алажақ олсақ, баяғы пара тұр, авторская право бар, оны базы инсанлар белі, алдың да қойдың, телевизорда көстердің, олен олмай. Епсіне төлемек керек, сатын алмақ керек, бұл бірсінің демек аққы бар, ол фильм үшін, мультфильм үшін. Менің жесіне яшлар олсын, бұйыклер олсын, еркез аңламақ керек. Яқшы контент істесек, ona демек төлемек керек. Ама халқымыз не язық ке, демек ерші бөле бедава, сербест олғаны стейлер. Ама демек мұна терде подписка дейлер, да, бірші бөле системлер уйдыралар, инсанлар пек фаалды ел. Инсанларға демек бедава бережен, сербест олсын да ойлен. Оның үшін ершіге төлемек керек. Бізде демек ресурсларымыз олса, парамыз чоқ олса, бөле графика, уйдырмаға мультфильмлер бөле сымарламақ мүмкін еді. Қырым татар бөле бір қараманлары олсын деп, ве мен жесіне бұл яшларға да мерақлы олар еді. Оз балаларым алсам, олар демек қырым татар жа қойсаң бақалар, ама бөле графика тарафтан пек кейфиетлі дүгіл, чүнки біраз ескірген 2000 сенелерін башында шымды, 2021 сене, ве башқа рус, украин, инглиз тілінде олар бір пек динамик. Балаларға демек музыкасы олсын, динамика олсын, ренклері бөле олсын, олар бегене демек анда не айтқанда чоқ деңелемелер, оларға бөле бір картинка керек. Оның үшін бұл дүлбер картинканы япмақ үшін чоқ пара керек. Ве мен серджілерімізге де айтам, бөле біршілер япажақ олсақ, біздер бөле бір фонд япмақ керекіміз ме, яда не халқымыз үшін мұйым олған бір лейхалар япажақ олсақ, бұл біздің халқымызға керек. Бір евден демек беклеп отырсақ, бізге у пара берер де біз біршілер япарық. Жоқ, ол біздерге керек. Біз өзіміз демек мадди жеттен дестек көстерсек, өз халқымыз, балаларымыз үшін яқшы бір контентлер япа білеміз ве ерші бізнен бағылы.